Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің алдарыңызда керемет бір дәмді тағам дайындайтын боламын. Бұл тағамды өзін жеке осы салат түрінде пайдалануға болады, немесе жаңағы сұйық тамаққа қосуға болады. Достар, мен бүгін қысқа арналған рассольник дайындаймын. Ол үшін маған перловка қажет. Қазір жақсылап жуып, ыстық суын құйып, бетін жауып қоямын біраз. Содан кейін бір қайнатып аламын. Арпа Қазақстанда өндірілген, жалпы өзім отандық өндірушілерді қолдаймын. Солардың өнімдеріне аса қатты мән беремін. Тап-тазарып, жақсылап жуып алдым. Қазір үстіне қайнаған ыстық суды құйып, орап, бетін жауып қоямын. Біраз бұғып тұру керек. Қазір қандай керемет. Тап-таза әдемі арпа. Арпаны әбден жұмсарғанша қайнатып аламын. Ал енді рассольникке қажетті ингредиенттардың барлығысы дайын, жуылып, әртүрлі көлемде туралып тұр. Қияр, болгар бұрышы, пісіріліп дайын тұрған арпа, сәбіз, пияз, сонымен қатар бізге ащы бұрыш, сарымсақ, сірке қышқылы, томат пастасы және аскөк. Бұл жерде укроп пен петрушка. Ал енді іске сәт болсын, бастаймыз. Ең алдымен қазанға майын құйып аламын. Рассольниктің 3 порциясын дайындайын деп тұрмын. Төменде рецептісін міндетті түрде жазып көрсетіп қоямын. Май қызды, енді осының үстіне туралған пиязды салдым. Енді томат пастасын қосамын. Бұл жерде 800 грамм. Томат пастасының ащылығын басу үшін 2 ас қасық қант қосамын. Сәбізді қосатын уақыт келді. Болгар бұрышын қосамын. Келесі кезекте қияр.
достар, көкөністердің барлығы қуырылып болғаннан кейін осы массаға 1 литр су құйдым. Қалғанын құйып жіберейін деп тұрмын. Арасына ащы бұрыштан салып жіберемін. Енді тұздауға болады. 3 ас қасық тұз саламын. Кейін дайын болған кезде дәмін татып көремін. Егер де тұзы аз болатын болса, тағы да үстінен қосамын. Арпасын қосатын уақыт жетті. Жақсылап араластырып аламыз. Арпасы алдын ала пісіп дайын болып тұрғандықтан 5 минуттың көлемінде ғана қайнатамын. Кейін сірке қышқылы мен ас көктерін салып, тағы 5 минут бұқтырып қайнатамын. Қақпағын жауып қоямыз. Тұзын көріп жіберемін. Аздау екен. Тағы да үстіне 2 ас қасық тұз қосамын. Бір қазан рассольник шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы тұста ас көбін қосамын. Араластырып аламын. Рассольник дайын болуға жақын. Қараңыздаршы, қандай керемет тағам болып шықты. Арасына арпа қосылғандықтан өте тойымды тағам. Бісміллә деп осылай бір дәмін татайын. Тамаша. Енді сірке қышқылын қосуға болады. Бұл жерде 6%-лық
сірке қышқылы 250 мл. 2-3 минуттың көлемінде қайнатып, дайын тұрған банкаларға ыстықтай құйып, жауып тастаймын. Банкаларға сала беруге болады. Достар, мен осымен сіздермен қоштасамын. Көңіл бөліп, зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, ұнап жатса лайк, ұнамай қалса дизлайк баса салыңыздар. Осы видеоға қатысты сұрақтарыңыз туындап жатса, комментарийға жазып қойыңыздар. Бұл тағамды жеке өзін пайдалануға немесе салат түрінде және сұйық суптарға қосуға болады. Өте дәмді әрі тойымды тағам.